Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. Алыстан барлық адам жаман емес. Құдай адамға көп тыңдасын деп, екі құлақ аз сөйлесін деп бір ауыз берді. Өзгені өзгерткің келсе, алдымен өзіңді өзгерт. Біреудің ақымақтығынан сабақ алуды үйрен. Біткен іске сыншы көп. Біреудің 10 кемшілігін табу оңай, өзіңнен бір кемшілікте таба алмайсың. Уәдені оңай беретін адамға сенбе. Әркім өзінің деңгейінде сынайды. Егер өмір жақсы жаққа қарай өзгермесе, күте тұр, сонда ол жаман жаққа қарай өзгереді. Біреудің қайғысында бәрі ақылды. Құлағыңмен естігенге емес, көзіңмен көргенге сен. Жастық шақтағы білім, кәріліктегі даналық. Егер ақымақпен әңгіме айтып отырған ақылдыны көрсеңіз, демек сіздің екі ақымақты көргеніңіз. Жақсылық ұзақ есте қалады, ал жамандық одан да ұзақ есте қалады. Досым деп бар сырыңды ақтарудан сақ бол. Себебі досыңның да досы бар. Сізді жақсы көретін ортаға анда-санда ғана барыңыз, ал сіздің келгеніңізге қуана қоймаған жерге ешқашан аяқ баспаңыз. Кейде ең үлкен даналық үнсіз қалу болып табылады. Қайғы келмейінше жақсылық бағаланбайды. Бергеніңізді еске алмаңыз, ал алғаныңызды ұмытпаңыз. Өтірікшіге берілген ең үлкен жаза оның шын сөзіне де ешкімнің сенбеуі. Егер аспаннан тас жауса, міндетті түрде кедейдің басына түседі. Білмеймін деген кісі, білемін деген кісіден де көп біледі. Ақымақтың шыға алмай жүрген жеріне ақылды кірмейді. Өзгелердің қателігіне сабақ ал. Бәріне жақсылық істеген адам ешкімнен алғыс алмайды. Білім көп жерді алмайды. Айналаңдағыларды мойныңа отырғызың келмесе, қатты еңкейме. Кәріліктен емес, жалғыздықтан қорық. Бір қарыз екі адамды ұйықтатпайды. Өткенін көп айтатындар бүгінге айтары жоқтар. Ешкімге қызғанышпен қарамаңыз. Қызғаныш ауруға апаратын баспалдақ. Нағыз бай адам, қолындағы барына риза болған адам. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, бірақ уақыт ешкімді де күтпейді. Алтын мен кітапты бірде жерге түсіріп алсаңыз, алдымен кітапты алыңыз. Саған тек қана қайғысын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға ешқашан сенбе. Бәріне қолайлы адам болсаңыз, адамдарды басыңызға шығаруға дайын болыңыз. Егер қызғаншақтың көңілі түссе, оған бақытсыздық келді деген сөз емес. Бұл біреудің бақытты бола бастағанының белгісі. Ақылды адамды дұшпан ету қорқынышты емес, ақымақты дос ету қорқынышты. Біреуге қызғанышпен қарау, өзіңді ол адамнан төмен санау. Әйелді ұзақ таңдаған ең жаманына жолығады. Біреуден құтылғыңыз келсе, онда оған қарызға ақша беріңіз. Ақша санағанды жақсы көреді. Қонақ пен балықтың 3 күннен кейін иісі шыға бастайды. Тәтті болсаңыз сізді жеп қояды, ащы болсаңыз түкіріп тастайды. Адам тым болмаса әуесқойлық үшін өмір сүру қажет. Махаббат қандай тәтті болса да, одан компот қайната алмайсың. Егер әйелдер аз сөйлесе, еркектер көп нәрсе тындырар еді. Жақсы сөйлегеннен үндемей қалу қиын. Ата-аналар балаларын сөйлетіп үйретсе, балалары сөйлемеуге үйретеді. Баласы жоқ адамдар балаларды жақсы тәрбиелейді. Шашыңызға ақ түссе, даналықтың емес, қартайғаныңыздың белгісі. Тәжірибе деген адам өзінің жіберген қателіктерін айтатын сөз. Текенің алдыңғы жағынан, аттың артқы жағынан, ақымақтың жан жағынан қорқу керек. Қарызға ақшаны куәгерлердің көзінше бер, ал сыйлыққа оларсыз бер. Адамға өмірде 3 нәрсе керек: сабыр, тәтті тіл және сыр сақтай білу. Дауыл кішкентай отты өшіреді, ал үлкен отты күшейтеді. Өтірікші болғаннан гөрі білмеймін дегенің артық. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды болады. Адамның жасы келген сайын нашар көре бастайды, алайда кең ауқымда көреді.
Әлем адамның көптігінен емес жоқтығынан, яғни адам болып қалмауынан құриды. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын.